бүгін мүмкіндік болса ерте келесің ғой, Иә, енді әрине. Әкешім, менің бүгін туған күнім екенін білесіз ғой, сыйлықсыз келмеңіз. Иә, әрине жаным. Енді әкең сенің туған күніңе сыйлықсыз келмейді ғой. Әкеңге бүгін айлық түседі. Содан кейін жақсылап тұрып сенің туған күніңді атап өтетін боламыз, иә? Ура! Байқап жүр. Рахмет. Қарап қойыңдар. Ассалам, қайреке қалайсың? Жақсы өздерің. Что-то айлық түсті ма? Иә, түсті өздеріңше. Түсті ғой. Кешке что-то матчқа барасың ба? Жоқ, бүгін қызымның туған күні дочан. Соған дайындалып. Сәл. Енді туған күн кешке шығар ол. Матч деген 4-те ғой. Кешке ғой, бірақ енді ыңғайсыз ғой, үлгермей қалыпты. Жүрші қайреке қызық қой. Бірақ счетты өзің төлейсің. Конечно, онсыз болмайды. Все, давай. Хабардамыз. Давай. Аха. Жігіттер, осы футбол көруге жинала бергенше барайық та тауға барайық, маекпі жасайық, отбасымызбен бірге кино театрға барайық. Жақсы отандық кино болып жатыр екен. Соны барып көрейік, бір отбасы болып араласайық та. Футболға келе бергенше не қызығы бар осы футболдың? Сен футбол түсінбейсің ғой, брат. Футбол деген таза мидың демалысы ғой. Қумайы, мидың таза демалатын жер ол тау. Тауға барасың, мен рахаттанып демаласың. Мынаған ақша тік қойып көретініміздің бар ғой, 2 есе адреналин. Сен ставка төгірсің бәрі? Ставка болғанда сол каждый матчтан бір 20-30 мың шығарып отырмын, плюс айлыққа қосымша нормально ғой. Сен бе өтірікті айтып өтіп құлақтан түйіп отыр әшін. Хорош. Так. О, міне, гол. Сен бесендер көрсетейін. Именно осы матчқа мен түнде 20 мың оқып болған міне. Все, көріндір ма? 40 мың қалтада уж. Смело осылай ғой. Сен отқаныңа күмәнім бар мен. Мыналар деген маған жай ғой. Мен уже эксперт болып кеткем. Күнде түнімен ойландым ғой мынаған. Бәрін қарап, қанша гол болады, қанша офсайд, бәрін есептеп қойдым, жеңіп алдым нормально. Че там, үйретейін ба? Керек емес, аулақ жүрші. Именно сен тік көрші осы. Аулақ ет. Жолама, тікпеймін ондай нәрсе. Сен отатынға күмәнім бар. Қазеке өзің ойлашы сен. Бір айлықпен қалай жүр дейсің мен осылай. Мен осылай әйтеуір. Каждый матчтан 20-30 мың әйтеуір. Нахотына күй ғой өзіме. Қазір мында ұмытып алсаң бар ғой, қызың туған күніне нормально сыйлықпен барасың, әке бол. Серьезно айтамын. Жарқырап кіріп бармайсың ба? Қош. Ұмытпайсың қазір, нормально болып барасың. Мен бармын ғой қасында, смело. Миллионды ашып берші ма? Қазбек, Смело. сен есің дұрыс па? Сен бір кірсең шыға алмай қаласың. Міржақып Дулатұлы, оян, қазақ, оян. Есің дұрыс па сенің? Өкініп қаласың сен. Өзің тікпесең тыныш өтші сен. Бәрін тікпейді ғой, бір айлығын 10%-ін, 15%-ін ғана тігеді, ол құп кетпейді ғой. Ақылы сор адамдар. Өздерің көрмеші. Не? Сен ақшаңа тігіп атқан жоқпыз ғой, брат. Жайды қазір көрейік та. Все, мен уже налар шығарып қойдым уже, нормально. Анашым, әкем келе ме? Иә, қызым келіп қалады. Жұмыстан кешігіп жатқан көрінеді. Әкең келгенше күте тұрайық, сосын үшеуміз отырып тілек айтып торт жейміз, жарай ма? Жарайды. Неге сонша кешіктің? Қаншама рет хабарластым. Жұмыста бір жағдай болды ма? Дым ескертпедің ғой. Енді жұмыстың жағдайлары Әмина қайда? Ұйықтап қалды, сені күтіп тортын да жеместен. Ой, жаным, подарок алып келген ғой енді. Мейлі, таңертең берермін. Айтпақшы. Міне, керек жарағын жаратарсың. Еңбек ақың әжептәуір шыққан сияқты ғой. Ана түнкісіменге жұмысқа шығуға келістім ғой. Аванс берген ғой. Шаршайсың ғой. Көп ақша тапсақ бізге жақсы емес пе? Шаршауға уақыт жоқ. Шайын ұрыш. Жүр, кір.
ерлан неме саған айтайын деген анау бүгін ставкадан 300 мың ұтқан жұмыстағыларға айтпай ақ қойшы. Сосын ертең футбол бола ма айтпақшы. Болса если что бірге барайық та. Мен артыға қашап қалдым ставкаға. Давай. Так, бүгін тағы да 250-300 көтеріп алсам. Берсін, сәттілік бауырым. Ұтсаң шөт алып бересің, ұмыт кетпе. Конечно. Не болып жатыр, қандай ойын? Кімдер ойнап отыр екен? Так. Қол шығарып берсеңдер. Красавчик. Давай. Все, рахмет бауырым. 2-8 дейтін ал. Давай! Красавчик! Хорош! Әдемі. Все. Аға. Офсайд дей. Офсайд емес, официант. Счет төлей бересіздер ма? Бұл жерде алып жатырық. Ерлан қайда? Ол кісі сіз төлейді деп шығып кетті. Оның бәрін не ішкеміз? Кәз. Кәз бірмен соғылып жүрші. Алло? Алло. Қалайсың досым? Досым срочно 60 мың теңге ақша керек болып отыр. Жаңа дочам больницаға алып кетіп еді, соған көмектесіп жібере аласың ба? Иә, 3-4 күнде қайтарамын бұйырса. Жақсы, Алла разы болсын. Қазір номер айтам, соған жібере салшы. Номеріңді айтшы. 8700. Иә. 776. Сосын 43-40. Кім деп? Бейжан деп. Все, қазір жібереді. 15 мың маған наличка бере салшы. Жақсы. Пиво бар ма? Пиво бар ма деймін саған? Так, Қазбек, байқап жүрмін соңғы кезде жұмысқа уақытылы келуді қойдың. Оның үстіне жұмысқа келіп алып тағы да ұйықтайсың. Анау қызметшілердің де саған деген шағым көп болып кетті. Сен маған ренжіме, мен сені жұмыстан шығарам. Менің басқа амалым жоқ. Жақсы. Бір жұмыстан шығып қалсаң, екінші жұмыс істеуге болады ғой. Үйде жатқанға 2 ай болды. Төлейтін кредит бар, азық-түлік алу керек. Шығып жұмыс іздесейші. Миымды ашпашы. Жұмыс істейін ба, істемейін ба, өзім білем. Ұнамаса бар, кете бер бар. Кетіңдер. Ертең байып кетсем өздерің ақ келесіңдер. Иттей болып. Досым,
саған не болып жүр? А? Үйіңді сатып жіберіпсің. Әйеліңмен ажырасып кетіпсің. Менен алған қарызыңды әлі қайтарған жоқсың. Досым, сәл күте тұршы. Мен өзім планым бар. Ертең барлығы қайтып айналып келеді, көресің. Миллионер боламын мен. Мә миллионер боласың. Сен банкрот боласың. Өйстіп айтып жүргеніне 1 жыл болды сенің. Сен әп-әжеп тұр адам едің ғой. Досым, не болған, а? Есіңді жисай. Қандай миллионер, какой миллионер, а? Ой, досым, сен түсінбейсің де, мен өзімнің 6 айдан бері қойған жоспарым бар, планым бар. Ауылдағы үйді саттым, мамашаның барлық алтындарын сатып, малды барлығын сатып, 40 миллион теңге тігіп қойдым мен. 40 миллион. Ертең миллионер атанам, көресің. Сен таза ақымақ екенсің. Сенің басың жасай ма? Жасайды, саған айтып отырмын ғой, мен 6 айдан бері зерттегем. Яғни план бар мен. Өзім 250 миллион теңге көтеремін. Дәл ертең күні мен миллионер атанам, көресің осыдан. Досым, есіңді жи. Қандай 200 миллион теңге, қандай миллионер? Бұндай азартқа кірген адам ұтқан емес. Ұтпайды да, сен де ұтпайсың. Пекс, миыңды ашытпашы, бар шықшы. Досым, сен мен тыңда. Бақыт миллионерде емес. Бақыт тыныш өмір сүруде. Бала-шағаң бар, әйелің бар, анаң бар, тұрақты жұмысың бар. Міне сол бақытты болу керек. Қойшы, миыңды ашытпашы, шықшы. Шықшы. Досым, мә, күртканы ұста. Досым, шықшы бар. Қайдағы дос, бар, шықшы. Сәл қалды, жігіттер, сәл қалды. Нече? Жігіттер, давай, сенем, давай, жігіттер, давай, тез, давай. Біздің компаниямен келісім шартқа отырсаңыз болды. 1 минут қазір. Кешіріңіз. Қазбек, аш дейм есікті. Аш дейм, Қазбек! Есікті аш дейм, Қазбек! Мен сол күн ұттым ба десем, ұтылған екенмін. Оға дейін менде бәрі болды. Жеке пәтер, машина, тұрақты жұмыс, әдемі келіншегім, сүйкімді қызым болды. Сол күн ұтқаннан кейін құмар ойын мені баурап алды. Содан кейін тек ұтуды ойлап, ойнай бердім. Ұтылған ақшамды қайдарып алам деп ойладым. Машинамды саттым. Үйімнен айырылдым. Әйелім де менен кетіп қалды. Достарымның бәріне жексұрын болдым. Анам айтпай, бүкіл мүлікті сатып, қарызға белшемнен батқанымды естігенде, анамнан айырылдым. Қарап отырсам адамға ең басты керегі отбасы, денсаулық, тыныштық дейтін бақыт сыйлайтын өмірді жүрегіме миына тыныштық бермейтін құмар ойынға айырбастадым. Сонда мен ұтылдым ба? Меніңше алғаш құмар ойыннан ұтқан күні мен шынайы өмірге ұтылдым. Ал сіздер ұтылмаңыздар. Таңдау жасау өз қолдарыңызда.